Астарлы әңгіме, ешқашан есектермен сөйлеспе. Есек жолбарысқа айтты. Шөп көк. Жолбарыс жауап берді. Жоқ, шөп жасыл. Дау басталып, олар келіспеушіліктерді шешу үшін орман патшасы арыстанға барды. Олар арыстан өз тағында отырған ормандағы жерге жеткенге дейін де есек айқайлай бастады. Мәртебелі, шөптің көк екені рас па? Арыстан жауап берді. Иә, шындық, шөп көк. Есек қуанып жалғастырды. Жолбарыс менімен келіспейді, дауласып мені ашуландырды. Өтінемін, оны жазалаңыз. Аңдар патшасы жариялады. Жолбарыс 5 жыл үнсіздікпен жазаланады. Есек қуанышпен секіріп, әрі қарай жүрді. Шөп көк, шөп көк. Жолбарыс жазасын қабылдап, арыстаннан сұрады. Мәртебелі, сен мені не үшін жазаладың? Шөп жасыл ма? Арыстан жауап берді. Шынында да шөп жасыл. Таң қалған жолбарыс сұрады. Онда неге мені жазалайсыз? Арыстан жауап берді. Бұл шөптің көк немесе жасыл екеніне ешқандай қатысы жоқ. Сіз жолбарыс сияқты батыл және ақылды жануардың есекпен дауласуға уақытын дұрыс жұмсай алмаған үшін жаза алдыңыз.